көкшетау қаласы Кристалл деген супермаркет его. Сонда тауарлардың барлығы орысша жазылған. Мемлекеттік тілде жоқ. Кешіріңіз бола ма? Барлығы неге орыс тілінде ғана жазылған? Мемлекеттік тілде неге жазылған? Администрацияңыздар бар ма? Var. Шақырып жеңе ба? Шақырып жеңізші. Тек қана орыс тілінде ғана жазылған. Қазақша жазылу керек. Сау болыңыз. Есімім Сая болады. Мен есімім Бағдат болады. Мен жай тұтынушы ретінде мынау тек қана орыс тілінде де мысалы түсінбейтін мынау қазақ тілінде жазылу керек те, орыс тілде содан кейін тұру керек қой, заң бойынша. Бұл енді бұл ценниктардың барлығы автоматты түрде бастырылатын нәрсе. Оларды көрдік, мынау Ресейден келген мынау Rich Family деген Алматыдағы білесіз бе? Ютубта біраз сот болып, содан жеңіп шықты бір азаматымыз. Онда не істеген, жаңағы бізде осындай кінә артқан жаңағыдай. Жоқ, арзан деген супермаркет Алматыда. Сонда осындай сіз сияқты қызметкер бізде Ресейден жаңағы осындай қағаздарды бастырамыз, сондай жаңағы кассовый аппарат сияқты қазақ тілінде оқымайды деген сияқты. Бірақ онда олар жеңілді, өйткені бұнда қазақтың 9 әрпі бар ғой, мысалы Г, Ö деген. Солардың орнына басқа әріптерді қойып та жаңағыдай. Бұрын болды ғой, мысалы. Андай пишущий машинкаларда болды, тек қана орыс тілі ғана болды. Сонда да қазақ тілін жазған. Сондай нелерді, хаттамаларды. Мыналарға да сондай, бұл енді қиын нәрсе емес қой, принтермен шығаруға болмайды. Жоқ, бұл қараңыз аға. Бұның барлығы автоматты түрде бастырылады. Біз оған енді магазиннің ішінде оны біз істей алмайсыз, тапсырыс бересіз, иә? Тапсырыс бергенде біз тапсырыс бермейміз. Бізге центральный офис деген бар. Сол жерден автоматты түрде бұл ценниктер бізге жіберіледі. Егер де ондай болатын болса, мен жазып көрейін центральный офисқа. Жоқ, сондай бір әйтеуір не жасаңыздаршы, талап сондай. Өтініш бір 10 күннен кейін шамасы мен қайтадан келіп тексеремін. Жоқ, тексеретін адам емес, мен жай тұтынушы ретінде осындай, енді бұл негізі прокуратураның, полициялардың жұмыстары ғой бұл негізі, тіл комитетінің. Мен ондайды жұмыс істемеймін, бірақ осы Қазақстанның азаматы болғандықтан мемлекеттік тіл ғой біз. Мен қандай ұлт болсам да бәрібір ол мемлекеттік тіл деген. Мысалы, Ресейге барсам, Ресейдің тілі тұру керек ол жерде. Францияға барсақ, француз тілі. Сіздің номеріңізді жазып алуға болады ма? Жазып алыңыз. Не үшін жазасыз? Тексеремін деп жатыр. Жоқ, тексергенде мен центральный офисқа хабарласам. Сол хабарласқаныңызды тексеремін деп тұрмын. Мен сізді басқа жұмысыңызға араласып жатқан жоқпын. Номеріңізді айтсаңыз болды ма? 8702 108 9368. Сіз мені жазып жатсыз ба? Жазуға қақым бар. Видеоға түсіруге болады, бұл қоғамдық орталық. Есіміңіз кім? Есімім Бағдат. Бағдат. Сіздің үйіңізге барып түсіруге болмайды, ол заң бойынша. Жоқ, мен сізге олай айтып Бірақ жұмыс орнында бұл көпшілік жер болғандықтан түсіруге болады. Тағы сұрағыңыз бар ма? Басқа сұрағым жоқ. Жаңағы не туралы бағаларды қазақ тілінде. Мемлекеттік тілде. Мен сізді естідім. Өтініш, жақсы. Сау болыңыз.